Бәріне сәлем, бүгін біз Oppo Reno 7 5G смартфонын шолып өтеміз. Осы смартфонда қандай жаңашылық және қалған модельдеріне қарағанда қандай айырмашылығы бар екен туралы толық айтып кетемін. Сыртқы дизайны енді өзіңіз көріп тұрғандай литографиялық аэроғарыш санатының арқасында өте сезімтал болып шықты. Және де қолда өте ыңғайлы тұрады, бар қалыңдығы 7,5 мм. Және де Oppo Glow арқасында сыртқы корпусы жарыққа байланысты өзінің түсін ауыстырып тұрады. Енді смартфонды қалтаға салған кезде оны сырып сызып алам деп қорықпайсыз, өйткені оның әдемілігінен басқа корпустың сапасына мән берген. Осы смартфон жарыққа шығардың алдында көптеген сынақтардан өткен. Оның басты мақсаты корпустың мықтылығы болды. Осы смартфонға соның арқасында IPX4-ті енгізді. Ендеше сіз жаңбырдың астында смартфонмен қолдана аласыз, бірақ судың астына секіру керек жоқ. Жарығы 90 Гц AMOLED дисплей. 6,4 дюйм, тұнықтау болса 1080-ге 2400 пиксель. Ал енді саусақтың ізін тану экранның өзінде орналасқан, және де өте тез. Макро камерасы шынымен де қызықтырады. Оның 30 есеге дейін жақындату қабілеті бар. Бұл жерде сіз бактерияларды, микробтарды көре алмайсыз, бірақ мен сияқты мысалы саусағыңызды жақындатып түсіре аласыз. Селфи камерасы 32 мегапиксель, Sony IMX615, ал диафрагмасы 2,4. Бұрышы 85 градус. Кең форматтың арқасында сіздің фотоңызға көптеген заттар сыя алады. Ал енді жарық па қараңғы ма деп қорықпаңыз, өйткені жасанды сананың арқасында ол өзі жарық қандай болу екенін түсініп, өзі дұрыстайды. Ал енді оған қоса ең қызықты зат, сіз видеоны артқы және селфи камераға бір уақытта түсіре аласыз. Сонда сіздің видеоңыз екіге бөлініп тұрады. Бастапқы камерасы 64 мегапиксель, ал ең қызығы бұл жерде bokeh flare. Оның арқасында сіздің портреттік фотоңыз, видеоңыз кинодағыдай болады. Қалғаны HDR, 4K, 60 кадр бәрі қамтылған. Суперстабилизация дегенге сенесіз бе? Сіз видео түсіру барысында қолыңыз дірілдеп немесе өзіңіз жылжыған кезде видеоңыз шайқалып тұрады. Ал енді осы жерде суперстабилизациясының арқасында бәрі бір қалыпты тұрады. Біздің басты проблемаларымыздың бірі файлдарды смартфоннан ноутбукқа жіберу. Ал осы жерде бізде PC Connect деген функциясы бар. Осының арқасында сіз мысалы 1 гигабайттық файлды 30 секундтың ішінде жібере аласыз. Ал енді смартфоныңызды ноутбукпен PC Connectпен байланыстырсаңыз, енді смартфоныңызға звондаған кезде немесе жазған кезде хабарлама ноутбуктың ішінде де шығады. Смартфонның жады 256 гигабайт, бірақ керек десеңіз 1 терабайтқа дейін SD карта арқылы ұлғайтуға болады. Ал оның процессоры Dimensity 900, өзінің азуы 8 гигабайт, бірақ ол жерде де керек десеңіз ішкі жады арқасында 5 гигабайтты тағы қосуға болады. 65 ваттық қуат блогы. Осындай затпен сіздің смартфоныңыз өте жылдам қуатталады. Баяғыда әр коробканың ішінде осындай блоктар жататын еді, бірақ қазір ондайды жиі көре алмайсыз. Ал бұл жерде бар. Ал енді сапасы туралы қорықпаңыз. Осы смартфонда немістің Technische Überwachungsverein сертификаты бар. Oppo жылдан жылға бізді таңғалдырып жүр. Ал енді осы моделінде олар жаңа операциялық системасымен, өзінің жаңа дизайнымен және бағасымен де жаңа қадам жасады. Міне болды, осы видеоны көріп алып енді мен сатып алғым келеді. Қайқа барамын десеңіз, Технодомның кез келген дүкеніне барыңыз, немесе сілтеме арқылы тапсырыс бере аласыз. Сіздермен болған Димаш, келесі көріскенше.